Ескелді ауданында соңғы 3-4 жылда 6 емдеу мекемесі бірнеше спорт және мәдениет нысаны бой көтерді. Мұнан бөлек мектептер күрделі жөндеуден өтіп, 20-ға жуық елді мекен тұрғындары көгілдір отын игілігін көре бастады. Бүгін өңір басшысы Бейбіт Исабаев ауданға арнайы барып, атқарылып жатқан жұмыстарға шолу жасап, халықпен кездесті. Облыстың дамуы туралы баяндама жасап, Ескелді ауданына қатысты өзекті мәселелерге жеке тоқталды. Әкім сапарынан әріптесім Қуаныш Қанатұлы толығырақ тарқатады. Елтай ауылындағы Сәкен Сейфуллин орта мектебі күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Өңір басшысы сапарын осы білім шаңырағынан бастады. Жұмыстың сапалы орындалып, нысанның уақытылы тапсырылуы және ең бастысы оқушылардың осындай кезде талапқа сай білім алуы маңызды. Айта кету керек, мектеп 1200 оқушыға арналған. Қазіргі таңда 600-ге жуық бала оқып жатыр. Оқу процесіне ешқандай кедергі болып жатқан жоқ. Екі ауысымда оқып жатыр. Шұбар мектебіне 3 мезгіл тасымалдау жүргізіп жатыр. Ертеңгісін түсте, кешке алып келу деген сияқты. Және де өзіміздің мектеп автобусымен Бақтыбай ауылында Бақтыбай мектебіне тасымалданып жатыр. Бастауыш мектеп оқушылары. Күрделі жөндеуге 2 миллиард теңге қарастырылған. Ғимаратта негізгі жөндеу жұмыстары аяқталды. Ішкі сылақ, әрлеу, бояу жұмыстары жалғасып жатыр. Сырттағы спорт алаңдары да заман талабымен жаңартылды. Өңір басшысы абаттандыруға ерекше мән беріп, мектеп айналасындағы жасыл желекті суару жұмысын автоматтандыру қажеттігін ескертті. Мұнан соң облыс әкімі дәл осы ауылда жаңадан салынып жатқан дәрігерлік амбулаторияның жай-күйін көріп шықты. Жетісу Казстрой сервис серіктестігі салып жатқан ғимаратқа облыс бюджетінен 482,4 миллион теңге бөлінген. Күніне 25 адам қабылдайтын емдеу мекемесінде тіс дәрігері, акушер-гинеколог және жалпы тәжірибедегі дәрігер кабинеттері қызмет көрсететін болады. Жаңа нысанға тұрғындармен бірге медицина мамандары қуанып отыр. Себебі олар бұған дейін әрі ескі, әрі кішкентай ғана ғимаратта халыққа қызмет етіп келді. Бұрын 70 жыл бойына бұл ауылда 50 квадрат метрлік кішкентай амбулаторияда қызмет атқарғанмын, көп медицина қызметкерлері. Мен өзім 12 жыл болды ол жерде қызмет атқарғаныма. Заманауи медициналық құрал жабдықтармен қамтылған үлкен амбулатория болады деп сенем. Соған қызмет етеміз бұйырса. Ескелді ауданы аграрлы аймақ, халқы еңбекқор, шыбық қадасаң тал боп өсетін құнарлы топырағы және екі жағынан сарқырап ағып жатқан Көксу мен Қараталдай Жетісудың қос маржан өзені бар. Ауыл шаруашылығын дамытуға таптырмас мекен. Алайда дәл осындай табиғат ананың берген байлығы тұрғанда өндіріс көлемі төмендеп, инвестиция тартылмай жатыр. 417 миллиард теңге. Өкінішке орай Ескелді ауданының үлесі 11,8 миллиард теңге болды. Нашар. Бар жоғы 2,8%. Аудан әкімі қаперіңізге алыңыз бұны. Өңірдегі оң өзгерістер бұл ауданға да әсер етпей қоймайды. Әсіресе көгілдір отынға қосылу, елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамту әлеуметтік ахуалдың тұрақтануына сеп болса, республикалық маңызы бар жолдардың жөнделуі туризмнің барыс-келіс пен алыс-берістің артуына жол ашады. Сыртқы жолдардың жағдайы ретке келіп қалды. Ендігі кезек ауыл арасындағы ішкі жолдар. Соның ішінде Сырымбет ауылы баста назарда болмақ. Ауылшылық жолдың бәрін 2-3 жылдың ішінде біз аяқтаймыз. Сырымбет ауылынан өтетін жол бойынша тұрғындар тарапынан шағымдар айтылды, маған хат-хабар жетті. Сондықтан мына облыс әкімінің орынбасары Әсет Қанағатов жол басқармасы аудан әкімімен бірлесіп ауыл ішімен өтетін 1,5 шақырым жолдың учаскесінің жобасын шұғыл әзірлеп, орташа жөндеу жұмыстарын қыркүйек айына дейін аяқтаңыздар. Ескелді ауданында туристік әлеуеті өте зор. Бұрханбұлаққа апарар 31 шақырым жол жөнделсе, орталық Азиядағы биік сарқыраманы көремдеушілер саны артады. Оған 13,8 миллиард қаражат қарастырылған. Жалпы ауданда былтыр көтерілген мәселелердің басым бөлігі өз шешімін тапты. Десе де орталық саябақ төңірегіндегі жергілікті билік шалағайлық танытып келеді. Ал бұл кездесуде тұрғындар өңір басшысына мәселеден бұрын атқарылған жұмысқа алғыс жаудырып тарқасты. Қуаныш Қанатұлы, Жасұлан Шымкенже, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.